Осы екі картинаны сыйлыққа тарту етемін. Менің типографиям бар екенін білесіздер. Қазіргі таңда осындай фотокартина холста распечатка жасап шығарамыз. Қасиетті Рамазан айына байланысты осындай екі картинаны үйіңізді әсемдеп тұру үшін сыйлыққа сыйлағым келеді. Ол үшін міндетті түрде осы YouTube каналға подписан болып, және осы видеоның астына комментарий қалдырып кетуіңіз керек. Қаншалықты осы картинаны қалайсыз, үйіңізде ілініп тұрғаны, қалап тұрсыз, соны жазып кетсеңіз болғаны. Ең қалап тұрған адамға осыны сыйлаймын. Екі адамға екі картина. Ал кімнен ұтып алған, уже келесі видеода результатын көре аласыздар. Бүгін сіздерге осы қағбаның шаблонын сыйлық етсемін. Ол үшін міндетті түрде YouTube каналға подписан болсаңыз, осы видеоның астында описаниеде ссылкаға өтсеңіз, осының дайын шаблоны болады. Ол жерде тіпті мына үстінде жазылған текстіне дейін жазылып тұр, тек қана жүктеп аласыз да, және қазір қалай қиясыз, қалай оны жинайсыз, соны көрсетіп кетемін. Осындай әдемі қағбаның шаблоны бар. Сонымен қатар осының алдыңғы видеода көрсеттім, осының шаблонын тоже тастап кеттім. Ашық хат ретінде мына таспихтың үстіне текстін жазып, пожеланияңызды қалдырып кетуіңізге болады. Мінекей, именно осы шаблон тастап кеттім. Осыны жүктеп аласыз. Жүктеп алғаннан кейін линия бойынша қиып шығасыз. Мына жерде линиялардың бәрі көрініп тұр. Осындай, мінекей, тексті жазылып тұр, тұтқан оразаңыз қабыл болсын деп. Линиясының барлығы көрініп тұр. Қағба ретінде жасалынған. Өте әдемі. Где-то 200 грамм фотобумагаға шығарасыз. Глянцевый менде. Мінекей, қайшымен қиып жатырмын. Барлығын қиып тастағаннан кейін бұны беговать етіп шығасыз. Яғни линиялардың үстінен бір басып шығасыз. Бұл не үшін жасалады? Мысалға, мынандай спицмен осындай беговать етуіңізге болады. Мен в основном крючокпен беговать етемін. Осының басы осындай дөңгелек келген, қағазды жыртпайды, жырмайды, сол жерімен ұнайды, сол себепті осындай крючокпен беговать етемін. Осылай міне қайшымен, то есть крючокпен, линейкамен беговать етіп шығамын. Бұл қағаздың оңай және әдемі майысуына әсерін тигізеді. Сол үшін жасалады. Барлық шетін осылай бүктеп, қиып болғаннан кейін бұны қазір жинаймыз. Бұның ішіне, мысалға, кейбіреулер сұрап жатады, не салсам болады деп. Мелкий жаңағы компьютер, ойыншықтар салуыңызға болады. Тіпті жаңағы ифтарға арнап осы набор жасап берсеңіз болады. Сумен, құрмасын салып отдельно әрине. Сондай набор жинағын істеп беруге де болады. Өте көп варианттар. Фантазия болса болды. Осылай мінекей линия бойынша қайырып алдық. Клеймен жабыстырып жатырмын. Мына клей обычный карандаш клей, базарда сатылады. Оригинал, не оригинал деп сатушылар өздері айтады. Біреу 100 теңге тұрады, біреу 200 теңге тұрады. Сол қымбаттауын аласыз. Сол жақсы жабысады. Мен ыссы клей, тағы басқа қандай клей бар. Соларға қарағанда осындай карандаш клейді больше қолданғанды ыңғайлы көремін. Кепкен міндетті түрде күтесіз. Кеуіп болғаннан кейін барып, сборкасын жасайсыз. Примерно 1-2 минутта кеуіп қалады. Содан кейін уже жинайсыз. Асты өзі жиналады коробочка ретінде. Мынандай мінекей. Жәнеки. Мынаны бірінші қоясыз, содан кейін екеуін, және мынаны кіргізесіз. Ашылып кетпейді, қорықпасаңыз болады, өте жақсы тұрады. Міне коробочкамыз біздің дайын. Уже крышкасын жауып, сыйлығыңызды сыйлап берсеңіз болады. Әрине, ішіне подаркаңызды бірінші салып жібересіз. Міндетті түрде YouTube каналға подписка жасап, келесі шығатын жаңа шаблон туралы біліп отырыңыздар. Көргендеріңізге көп рахмет. Ораза баршаңызға қабыл болсын. Жақсы, сау болыңыздар. Сіздермен бірге Батырғали типографиясы.